5 жаман әдеттер, который сізді кедей болуға программировать етеді, кедей установка. Жалпы бұл 5 әдеттерден құтылу керекпіз. Бұл 5 жаман әдеттерді Александр Высоцкий Forbes сайтында жарияланған екен сөзі, сол 5 жаман әдеттерден құтылу керекпіз. Бірінші жаман әдет ол жұрттар сияқты өмір сүре беру, біреу сияқты өмір сүру. Барлық біз адам болған соң біз бір ортада өстік, туысқандармен, достармен араластық. Сол араласу, солардың ортадан біз не аламыз? Сол ортаның правиласы бойынша жүруді бізге талап етеді. Егер де сіз көпшілік өмір өмірмен сүретін болсаңыз, бұл сізді сол ортамен бірдей табыс табуға алып келеді. Және бұл жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Егер сіз бай адамдармен көп аралассаңыз, сізде бай болуға мүмкіндік артады. Егер сіз жағдай нашар адамдармен аралассаңыз, кедей мышлениемен өмір сүру мүмкінсіз. Бұл жерде кедей адамдар жаман деп болып жатқан жоқ, просто біз даму керекпіз, өсу керекпіз, барлық адамдармен араласу керекпіз. Екінші жаман әдет, бұл сіз өзіңіздің инвестиция жасамайсыз, яғни өзіңіздің дамуыңызға, өзіңіздің өсуіңізге инвестиция жасамайсыз, яғни өзіңізге ақша құймайсыз. Бір мынандай адамдар бар да, бір кішкене ақша табады, бірден кітап сатып алады, бірден курс сатып алады, немесе бір бизнес жиналыстарға барып, сол жерден білім алуға тырысады да. Және бір екінші адам бар, ол ақша табады да, тапқан ақшасын керек емес бір телевизор, жұмсақ диван, немесе керек емес бір заттарды алуға тырысады. Ондай керек емес заттар бізді байлыққа алып келмейді. Бай болу үшін адам өзінің мышлениясын өзгерту керек. Сізге жаңа идея керек. Бүгіннен бастап өзіңізді үйретіңіз, өзіңізге инвестиция жасауды, өзіңіздің дамуыңызға, өзіңіздің өсуіңізге инвестиция жасайсыз. Үшінші жаман әдет, ойланбай жұмыс істей беру, ойланбай пахат ете беру. Сізге бір пример келтірейін. Бір жақсы доктор болады да, адамның көптеген проблемасын шешеді. Ол біреудің проблемасын шешу өте жақсы, бірақ та бір жерінде сәл қате жұмыс істеді. Сол примерді қазір айтатын болам. И және де ол кісі не істейді? Көптеген клиенттер табуға тырысады. Көптеген клиенттер тапқан кезде, яғни көп ақша болады дейді, яғни көптеген жұмыстар алады да, и көптеген жұмыстар істей береді. Яғни таңнан кешке дейін жұмыс істей береді. Бірақ бұл жерде қандай проблема бар? Яғни бұл жерде бір минут сен көп жұмыс істеген сайын, сен жаңа білім, жаңа өсу жолдарын қарастырмайсың. Яғни өткен сен фокусың бәрі тек жұмыста болып кеткен, мына жерде даму, өсу деген нәрсе сен ойыңда жоқ. Бұл жерде сен пахат ете берген сайын сен ойланбайсың, яғни бұл жерде ойлану керек. Жаңа бір врачты жалдап қойып, соны өз орнына қойып, немесе бір жаңа орын ашып, сол жерге бір басқа врачты қойып деген сияқты өсу жолдарын қарастырмайды. Яғни бұл жерде пахат ете беру, ойланбай пахат ете беру адамға жаман әсер етеді. Бұл жерде түсінетін нәрсеміз не? Тек пахат ете бермей, яғни біз қосымша білім алып, қосымша даму жолдарын қарастыру керекпіз. Төртінші жаман әдет, бұл нәрсе маған ақша алып келе ма деу. Яғни бір іс бастаған кезде тек ақшаны ойлау, бұл қате болады да. Яғни мысалы біз YouTube канал ашып жатсақ, яғни YouTube каналдан көптеген видео салу керек, табыс табу үшін. Бірақ бұл табыс табу үшін мен көп видео салу керекпін деп ойлайтын болсаңыз қате да. Бұл жерде адамға көбірек пайда берейін, көбірек қызмет етейін деген сияқты ой болу керек та. Бұл жерде тек ақша үшін пахат ете беру тоже дұрыс емес. Яғни бұл жерде біз көбірек адамға пайда алып келетін болсақ, сол кезде біз көбірек табыс таба аламыз. Егер де сіз қаншалықты көптеген адамға пайда алып келе алатын болсаңыз, сіз соншалықты да табыс алып келе аласыз. Яғни бұл жерде адамға пайда алып келу. Яғни тек ақша жолын ғана қуа бермей, яғни адамға пайда алып келу жолдарын қарастыру керек. Бесінші жаман әдет, ол мен бәрін білем деген адам, вот жаман әдет. Осыдан құтылу керек. Яғни өзін бәрін білем деп ойлайды да. Яғни бұндай адам дамымайды. Яғни өзін эксперт санайтын адам, эксперт болу жақсы, бірақ әрбір эксперт бір нәрсені бәрібір білмейді ғой. Эксперт бір нәрседен эксперт болады, ал барлық нәрседен эксперт болу ол мүмкін емес. Егер де сіз өзіңізді бәрін білем деп ойлайтын болсаңыз, сіз білімге деген есікті жауып қоясыз. Сіз білім алмайсыз, өйткені сіз білем деп ойлайсыз. Бұл өте жаман әдет. Бәрін білем деген жаман әдет. Осыдан құтылу керек. Бұл жерде 5 жаман әдеттер жайлы айтылды. Яғни бұл сөздер негізі Александр Высоцкийдің сөздері, яғни Forbes сайтында айтылған екен. Соны өзіме пайдалы болсын деп өзіме айтып жатыр. Егер де сізде осы айтылған сөздерден өзіңізге де пайда алсаңыз, қолдансаңыз болады. Егер де пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Бір-бірімізді қолдап, әрқашанда дамып жүрейік. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.